Бүгін бір жылына 2-3 рет келетін пысықтығым ұстап отбасыма бір мошни қылып балық қуырып берейін дедім. Мына бір балық өзінше еріне ботокс жасатып алыпты. Ешо бағасы 8.000. Барлығын бачақ-пачағын шығарып тұрап, тұзын сеуіп сыртында пілдің суреті бар қара бұрыштан да себелеп араластырып алдым. Бетін жауып, тұзы сіңгенше қоя тұрамыз. Ал оған дейін табаға қоратын майымды құйып қыздырып алдым. Сосын балықты тұншықтырып аунататын ұнды да дайындап қойдым. Сосын, наконец-то настал этот момент деп, от-туши балықты ұнға ары-бері тұншықтырып аунатып, қызып тұрған майға салып, шыңғыртып тұрып қордым. Қазір небір балық қуыру ғылымдарының докторлары балықты олай ұнға аунатпайды, олай қуырмайды, бұлай қуырмайды деп диванда жатып алып көкиді. Қайсың не десеңдер де маған бәрібір ғой, атак уахаха. Ең бастысы өзіме және отбасыма ұнаса болды емес пе, қайсы